Сәкен Сейфуллин атамыздың өнегелі өмір жолымен қазақ көркем әдебиетіне қосқан өлшеусіз үлесімен танысып, рухани азық алу мақсатында Сәкен Сейфуллин атында мұражайға келіп тұрмыз. Сәкен атамыздың мұражайын тамашалауға кеттік. Педагог Сәкен Сейфуллин мұражайын көруге келдіңіздер. Бұл 1846 жылы бұл үйді Көпес Казанцев салған екен. Ал 1920 жылы редакция болып Сәкен Сейфуллин қызмет атқарған. Сәкен бұл үйде тұрмаған, қызмет атқарды деп 1988 жылы Қазақ СССР министрлер кеңесінің жарлығымен Сәкен Сейфуллин мұражайы болып ашылды. Жалтақтап құлақтарын елеңдетіп Сол кезде бізді әлі қазақ демейді балалар. Сонда бірінші қазақ деген атымызды алып берген Сәкен Сейфуллин, бірінші номерлі адам балалар. Оны сіз тарихтан еш уақытта ұмытпауыңыз керек. Тар жол тайға кешу ізімен деген картаға назар аударсаңыз, балалар, мына қызыл жолақпен көрсетілген қызыл жолаққа назар аударыңызшы. Осы өзінің Сәкеннің жүріп өткен жол екен. Сонда Сәкен 184 шақырым жаяу жүрген екен. Көрдіңіз ба? Қараңызшы, 33 адамды атады сол 20 минутта, қайталап айтам. 1938 жылдың жаңағы атылған адамдар, 16 сағат 40 минутта. 25 ақпан күні. Енді қараңыз, 31 қылып Сәкенді ат тастапты. Мен келем тау ішінде түнден етіп, аймақты көңірентіп өлеңдетіп, астымда ақ тоз адам сылаң қағып, жалтақтап қолақтарын елеңдетіп. Ақбозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазға жобарын. Ақым сүмбіл шаш, тәттай сөзің, қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің.